Арада 7 жыл өткен соң Куми мен күйеуі қайта жолықты. Бірақ ол күйеуінің үйленіп, бала сүйіп үлгергенін ойламаған еді. Жүрегінде қайта жаңарған махаббатқа бірден су құйылғандай болды. Хансини осы бір отбасының сахнада бақытты болып көрінгеніне шыдай алмай, шамадан асқан ызаға булығып, люстраның жібін кесіп Куми мен Ританы құлатпақ болды. Кенеттен Санджив кіріп келіп Ританы шошытты. Ол жұрттың көзінше өзін Ританың әкесі екенін айтты. Раджив бұған дейін де күдіктеніп жүрген. Сандживтің сөзінен кейін Куми мен Санджив өзіне сатқындық жасағанына тіпті сеніп қалды. Хансини болса бәрі өзінің жоспары бойынша жүргеніне мәз. Ол Куми үйіне сатушы болып кіріп, ыңғайы келгенде Кумидің телефонын ұрлап, оның атынан Сандживке хат жіберіп, мектепке Ританың әкесі ретінде кел деп алдаған еді. Раджив ашумен үйге қайтты. Ал Хансини болса Бауджи мен апайына белгі беріп масаттанып тұрды. Куми Радживке жағдайды түсіндірмек болып телефон соқпақ еді. Бірақ анасы телефонын жұлып алып жерге тастады. Мұның еш пайдасы жоқ деді. Раджив қазір үйленген, балалары бар. Сен енді онымен байланысуға тиіс емессің. Қоңырау қосылып тұрғандықтан Раджив бәрін естіп, анасының айтқаны дұрыс деді. Куми 7 жыл бойы өз бауырына тұрмысқа шығып бірге тұрып келіп, қандай бетімен маған сөйлеспек деді. Куми болса, сен айтқаның бәрі рас болса, сен өзіңші, сен де үйленіп, бала сүйіп отырсың ғой деді. Раджив болса өзін ақтап, Куми қаза болды деп ойлаған соң ғана үйлендім деді. Ал Куми әлі құздан құлап үлгермей тұрып ақ Сандживтен жүкті болған деді. Санджив телефонды алып Радживпен айтысып қалды. Куми телефонды жұлып алып өшіріп тастады. Раджив болса менің қоңырауымды өшіруге қалай батылы барды деп мас күйінде Кумидің үйінің алдына келіп отырды. Анасы Кумиге Ританы көтеріп үйге кір деді де есікті жапты. Раджив Сандживке сен менің бауырымсың, қалайша мені саттың деп айғайлады. Санджив түсіндірмек болды, бірақ Раджив тыңдамай, Сандживтің бетінен қойып қалды. Ашуға булыққан Санджив көзің соқырма деп сөкті. Сен бізге сенбейтін болсаң, мейлі қалағаныңды айт деді. Куми мектепке барғанда мұғалімдердің мазағына қалды. Олар Кумиге қандай айла қолдандың, әуелі ағасына, кейін бауырына қалай күйеуге тидің. Ал Рита үлкен ағадан ба, әлде бауырынан ба деген сұрақпен қорлады. Куми шыдай алмай директорға арыз беріп жұмыстан кетуге шешім қабылдады. Дәл сол кезде Раджив те мектепке келіп, Нинаға бір аптаға демалыс сұрады. Ол Нинаның Ритамен кездескенін қаламады. Директордың кабинетінің алдында Раджив Кумиге беті де, жүрегі де сұмпайы адамсың деп мазақ қылды. Куми ішіндегі ауыртпалықты жасырып, Радживтің айтқаны дұрыс, мен сондай адаммын, сондықтан менен аулақ жүр деді. Рита Сандживтің әкесі екенін естігенде таң қалып, Санджив жыл сайын келіп сыйлық әкелетіні есіне түсті. Егер ол әкесі болса, неге осы уақытқа дейін мойындамады деп бөлмесіне кіріп алып, Кумиден бәрін түсіндіруді талап етті. Санджив қатты өкініп, бәріне сол жалған хабарламаны сенгенім себеп болды деді. Куми бұл сенің кінәң емес деді де. Ритаға сенің екі әкең бар, біреуі туған әкең, екіншісі Санджив әкең, ол үнемі бізге көмектесіп келді деді. Рита мұны қабылдады. Ал Хансини көршілерді сатып алып, өсек таратып Куми мен балаларын өзі ақ көшіп кетуге мәжбүрлемек болған. Бірақ Ританың Сандживті тез қабылдағанын көріп, отбасы өсекке қарамай бақытты өмір сүре бастағанда оның жоспары жүзеге аспай қалды. Бауджи мен апайы Сандживтің оралғанын естіп, Бауджи сырқатсып жедел жәрдем көлігімен зәулім үйден шығып, жолда апайымен бірге түсіп қалып, Куми тұратын ауданға келді. Сандживті көргенде қатты толқыды. Бірақ Санджив әлі Бауджиге ренжулі еді. Бауджи өз қателігін мойындап, қазір зәулім үйді Хансини басқарып отыр. Тіпті Радживтің әйелі болып алды деді. Санджив таң қалып, Хансининің тірі екеніне әрі осы жағдайларға сенбей тұрды. Кейін Бауджи мен апайы Кумиге де барды. Куми Бауджидің шаршаған жүзіне қарап не болғанын сұрады. Бауджи өзіне қол жұмсағысы келгенін айтып, тіпті Кумидің аяғына жығылып кешірім сұрады. Куми оны дереу тұрғызып алды. Бауджи мен апайы Кумиге зәулім үйге қайта оралуын өтінді. Куми кеткеннен бері олардың өмірі тозаққа айналғанын айтты. Бірақ Куми үзілді кесілді бас тартып, ол үймен байланысын баяғыда үзілген деді. Бұл сәтті Хансини сатып алған адамдары түсіріп алып, видеоны Радживке жеткізді. Раджив пен Аджи Куми үйіне келіп, Бауджи мен апайын дөрекілікпен алып кетті. Хансини арнайы үйлену мерейтойын өткізді. Раджив барғысы келмесе де, оның абыройын арттыру үшін керек деп Хансини айтқан соң келісті. Хансини жалдаған адамдар Куми отбасын мазалауын жалғастырып, үйіне тас лақтырып, анасының басын жаралады. Санджив Кумиге бұл қаладан кету керек екенін айтып, жаңа жер тауып беретінін айтты. Бұл жер енді өте қауіпті. Куми де келісіп заттарын жинай бастағанда Рита жоғалып кетті. Куми Ританың міндетті түрде зәулім үйге барғанын біліп сонда барды. Дәл сол сәтте Хансини мен Радживтің билеп тұрғанын көрді. Ол Хансини тірі екенін ойламаған еді. Қуаныштан Хансиниді құшақтап алды. Бірақ көп өтпей, Хансининің Радживтің қазіргі әйелі екенін білді. Хансини жұрттың көзінше Кумиге тіл тигізіп, бұрын түрі мүлдем басқа еді. Мына қара келіншек Радживтің бірінші әйелі болған. Ол Радживті сатып, оның бауырына тұрмысқа шығып, одан қыз тауып берген деп айтты. Жиналған адамдар гу-гу әңгімені бастады. Бірақ Куми ештеңе түсіндірмеді. Микрофоннан Ританы шақырған дауыс шықты. Куми Ританы ертіп кетіп қалды. Санджив пен анасы зәулім үйдің алдында күтіп тұрған. Олар бірге көлікке отырып кетті. Хансини өз жоспары толық жүзеге асты деп ойлап тұрған сәтте, төменнен Бауджи мен апайының үйге қош келдің деп даңғыр-доңғыр етіп қарсы алған дауысы естілді. Хансини олардың тағы да есі ауысты деп ойлаған, бірақ Кумидің расымен есік алдында тұрғанын көріп таң қалды. Хансини одан мұнда тұруға қандай құқығың бар деп сұрағанда, Санджив жалғыз ол емес, біз де бармыз деді. Бірақ Хансини оларды адам есебіне алмады. Бұл зәулім үйде қазір жұрт қабылдаған жалғыз келін менмін. Кіргілерің келсе, алдымен менің рұқсатымды сұраңдар деді. Куми үндемей бұрылып кетіп бара жатқанда, Хансини оны тағы да мазақтап, сен баяғы қорқақ Куми, тағы қашқалы тұрсың ба деді. Мен қашпаймын деген Куми бірден бұрылып, ұшып келгендей жылдамдықпен күріш құйылған құмыраны Раджив пен Хансинидің суретіне қарай лақтырып жіберді. Куми бір қолымен Рита, бір қолымен Нинаны ұстап, Бауджидің даңғырының сүйемелдеуімен қайтадан зәулім үйге кірді. Дыбысты естіген Раджив те төменге түсіп келіп, мұнда қайтып келуге қандай хақың бар деп сұрады. Куми оған, әйелдің күйеуінің үйіне оралуы табиғи нәрсе емес пе деді.
Ол қызметшінің атын атап, өзіне қалыңдыққа арналған орындықты әкелуді бұйырды да, ханшадай болып сол орындыққа отырды. 7 жылдан кейін бұрынғы ұсқынсыз әйел зәулім үйге қайта оралды. Бұл жолы ол әлсіз де, жұмсақ та емес еді, тіпті Раджив мылтық кезенсе де қорықпады. Атқың келсе ат, бірақ мен күйеуімнің үйінен кетпеймін деді. Раджив шарасызданып, мен Бауджидің өсиет бойынша мұрагерімін, бұл үйде кім тұратынын шешетін де менмін деді. Куми оған, онда адвокаттан сұрап көр, өсиет қашан күшіне енеді екен. Бауджи әлі тірі, ол өсиетті кез келген сәтте өзгерте алады. Егер мұрагерді Санджив деп өзгертсе ше деді. Санджив, солай болса мен сендерді түгел қуып шығамын деді. Раджив қанша қарсы болса да, Куми екі адамның некелік куәлігін шығарғанда тыпыр ете алмады. Олардың мүлде ажыраспағаны белгілі болды. Ал Раджив пен Хансинидің не некесі жоқ, не салтанатты тойы өтпеген. Сондықтан Куми Радживтің заңды әйелі ретінде бұл үйде қалуға толық құқықты еді. Раджив амалсыз алдымен Кумиге ажырасу беріп, содан кейін оны қуамын деп шешті. Кумидің қайта оралуының себебі бәрінің артында Хансини тұрғанын түсінуі және оның шынайы бет бейнесін ашу еді. Куми өз заттарының бәрін зәулім үйге әкелді. Бірақ Сандживтің бөлмесі қойма болып кеткен. Бауджи қонақ бөлмеге қуылған. Кумиге бос бөлме қалмаған еді. Кумидің айласы көп. Ол анасы екеуі қонақ бөлмесінде екі шатыр құрып, соның ішінде ұйықтады. Бауджи өз бөлмесін Кумиге босатамын деп, өгей енесінің бөлмесіне көшпек болды. Өгей ене қорыққаннан есікті құлыптап, Аджиді қастарына ертіп алып, есік алдында тапжылмай отырды. Өзі әлжуаз шалмен бір төсекте жатқысы келмеді. Бауджи, онда мен Аджидің бөлмесіне барам деді. Аджи мен әйелі төсектерінде шал жататынын елестетіп шошып, ана бала туыстығын ұмытып, өгей ененің есігін ашып, Бауджиді соған кіргізді. Раджив адвокатқа ажырасуға құжат тапсырмақ болып барған, бірақ Бауджи бұрыннан адвокатпен сөйлесіп қойған еді. Адвокат Радживке: қазір барлық сайлаушылар Хансини сіздің жарыңыз деп ойлайды. Егер дәл осы сәтте Кумимен ажырасу туралы өтініш берсеңіз, өзіңізді екі әйел алған болып мойындайсыз. Бұл сіздің саяси мансабыңызға да, заң бойынша да қауіпті деді. Раджив амалсыз тоқтады. Куми Радживпен 7 жыл бұрынғы қателікті түсіндіргісі келсе де, Раджив оған тым өш, тіпті Рита мен Радживтің ДНК нәтиже көрсетілсе де, Раджив Кумиді сатқын деп есептеуді жалғастырды. Раджив пен Хансинидің заңды некесі болмаса да, олардың арасын жалғап тұрған Нина еді. Хансини сол арқылы өзін аянышты ана ретінде көрсетіп, Радживтен жанашырлық жинай алатын, ал Куми оған қарсы тұра алмайтын. Хансини Радживтің әлсіз тұсын дәл тапқандықтан, өзін жеңімпаздай сезініп, Кумиді мазақтап, сен ешқашан мені жеңе алмайсың деді. Анасы онымен адамшылық туралы сөйлескісі келгенімен, Хансини әлдеқашан туыстықтан да, сезімнен де бас тартқан еді. Бір күні Хансини Сандживтің бір әйелмен тым жақын сөйлесіп тұрғанын байқап, Кумиді кетіретін жаңа мүмкіндік таптым деп ойлады. Ол әйелді Сандживтің атынан зәулім үйге шақырды. Бәрі оның кім екенін сұрап таңғалды. Әйел Сандживтен екеуінің қарым-қатынасы туралы айтып беруін сұрады, бірақ Санджив қысылып ештеңе айта алмады. Сонда әйел: біз үйленгелі жатырмыз, әлі де мойындамайсың ба деді. Бәрі естігенде аң-таң болды. Хансини мәз болып Кумиді ертіп барып, мынау Сандживтің әйелі, сенің бәсекелесің деп таныстырды. Апайы Сандживтен шындықты сұрағанда, ол амалсыз әйелмен шынымен бірге екенін мойындады. Мен Кумиді ешқашан сүйген жоқпын, мен осы әйелді шын жақсы көремін деді. Куми қатты күйзеліп: сен мені сүймесең, бұл үйде қалуға менің қандай құқығым бар? Мен орнымды осы әйелге босатамын деп, зәулім үйден шығып кетті. Раджив оны көріп жүрегі ауырып, тез жүгіріп келіп, бұл сенің үйің, сен кетпеуің керек деп Кумиді қайтадан үйге алып келді. Хансини ашуланды, Кумиді кетірудің оңай еместігін түсінді. Сол әйелмен бірігіп, Кумиді үйден қуатын жоспар құруды ұсынды. Бірақ әйел сырттай келіскенімен Кумиді бұрыннан танитын. Тіпті өзі Сандживпен әлдеқашан заңды түрде үйленген еді. Мұның бәрі олардың үлкен жоспарының бір бөлігі болатын. Бауджи мен апайы шындықты біліп, олармен бірге көрініс ойнауға келіседі. Санджив және оның әйелі махаббаттарын көрсетеді. Куми әдейі ренжіген кейіп көрсетеді. Бауджи Сандживті ұялмайтын үшін сөгіп қояды. Ол: Раджив ажыраспай тұрып Хансиниді сүйді. Мен неге басқа әйелді жақсы көре алмаймын деп жауап береді. Раджив дереу қарсы шығып: мен саған ұқсамаймын. Мен соқыр болып немесе есімімді жоғалтқан кезде де тек бір әйелді жақсы көрдім. Ол Куми деп айтады. Хансини қатты қайғыға батты. Сен қалайша өз әйелің алдында басқа әйелге сезіміңді білдіре аласың деді. Куми ақырында Радживтің шын сезімін естиді. Олардың екеуі де бір-бірін жақсы көретінін түсінеді. Радживтің көп жыл бойы азапта тұрғанын ойлап, ол бұрын түсіндірмей кеткеніне кейінеді. Раджив те өз сезімін айтып қойғанына қынжылады. Ол да кейде кейбір нәрселер көз алдымызда көрінгендей емес екенін түсінеді. Ол ішкі ойына құлақ түріп, Бауджи мен басқалардың шындықты айтқанын тыңдауға шешім қабылдайды. Бауджи мен Куми бір кеңесіп, шындықты көрсету үшін қуыршақ театры тәсілін қолдануға дайындалады. Бірақ Хансини сусынға дәрі салып, Аджидің әйелі оны Куми мен Сандживке апарып береді. Олар ішкен соң басы айналып, бөлмелеріне қайтып кетеді. Қуыршақ театры әлі аяқталмаған кезде Хансини Раджив, Санджив және Куми жоқ деп меңзейді. Раджив Сандживтің бөлмесін тауып, іштен оның дауысын естиді. Ол кетпек болған. Хансини асықпай бөлмені ашады. Төсекте Куми мен Санджив болуы керек еді. Бірақ қазір Санджив пен оның әйелі жатыр. Куми Аджидің әйелімен сыртқа апарылған. Шынымен Сандживтің әйелі оның дәрі ішкенін сезген. Аджидің әйелі қауіптеніп, уақытша оларға көмектескен. Куми оянып, Радживке бұл жайлы айтқысы келеді, бірақ нақты дәлелі жоқ. Хансини тілін шебер пайдаланып, зәулім үйдегі адамдар оны сөгіп, қорлайтынын айтып, Нинаны алып кетем деп қорқытады. Раджив Кумиге жаңа ғана қалыптасқан сенімін Хансини қайта бұзады. Куми мен басқалар шындықты айту жоспары сәтсіз болады. Жанжалдың бұл сәтін Аджи түсіріп алады. Хансини бұл видеоны мэрге жіберіп, Радживтің бұрынғы әйелі олардың отбасын бұзуға тырысқанын айтады. Мэр Радживтен үй ішін реттеп, беделіне әсер етпеуді сұрайды. Раджив хакер жалдап, видеоны кім жібергенін анықтайды. Хансини қорқып, телефонды ойыншыққа жасырады.
Оны Радживтың қыздары алып шығып ойнайды. Ойыншық жыртылып, ішіндегі телефон ұшып шығады. Раджив осыны көріп, балалардан телефонды қайдан алғанын сұрайды. Олар Радживтың бөлмесінен алғанын айтады. Раджив қосқанда бұрын Хансини пайдаланған телефон екенін біледі. Хакер Радживке телефон қосылғанын хабарлайды. Ол үйде екенін айтады. Раджив айғайлап Хансини шақырады. Бастапқыда ол мойындамайды. Раджив оны мылтықпен қорқытып, ол өз қылмысын мойындауға мәжбүр болады. Ол Радживті қатты жақсы көргендіктен Куми зәулім үйде қалмауын қалағанын айтады. Раджив Хансининің жылдар бойы жасырғанын еске алады. Сеніп қалғанын түсінеді. Оның саяси мансабы да басқарылуда болған. Хансининің жүгі зәулім үйден шығарылып, қуылды. Ол өзіне жарақат түсіріп, Раджив пен отбасын кінәлағанын алға тартып, видеоны таратып, Радживтің саяси мансабын аяқтауды талап етеді. Осылай қайта зәулім үйге келеді. Санджив пен әйелі той өткізуді шешеді. Раджив бұл Кумиге қорлау деп ойлап, тойды тоқтатқысы келеді. Хансини қуанып, Санджив пен Куминың ажырасу келісімін көрсетіп, Кумиге қол қойдырады. Осылай Куми зәулім үйде қалуға құқылы болмайды. Куми әдейі қол қояды да кейін мүмкіндік тауып, Хансининің бөлмесіне барып, жасырын флешканы табады. Раджив Сандживтің әйелінің әкесін шақырады. Олардың тойын тоқтатуға болады деп ойлайды. Бірақ әкесі олар 5 жыл бойы үйленгенін айтады. Раджив аң-таң, Куми мен Сандживтің қатынасы қандай? Куми олар арасындағы қатынас әрдайым таза болғанын, ешқашан әдептен озбағанын айтады. Жақында қол қойған ажырасу келісімі де жарамсыз. Бұл той Радживтің өз көздерімен шындықты көру үшін ұйымдастырылған. Раджив сенеді. Хансини видеомен Радживті қорқытып, Кумиді қуғылары келеді. Бірақ Куми флешканы қолға түсірді. Апасы да хаос кезінде Хансининің телефонын алып, барлық видеоларды өшіреді. Куми Хансиниға ескертеді. Егер қалғың келсе, тәртіппен бол деп. Хансини ешқашан жеңілмейтінін айтады. Сол түнде Куми шу арқылы оянады. Бір ұры бөлмеден қашып бара жатқанын көреді. Қуып жетіп, ұрыны ұстауға тырысады. Бірақ ұры оған пышақ шаншиды. Раджив есінен танып жатқан Кумиді құшақтап, ауруханаға апарады. Найзағай мен боранды ауа райы Кумиге Раджив мен алғашқы түні есіне түсіреді. Куми сонымен қатар Рита оның қызы екенін айтады. Раджив қатты өкінеді. Кумиге күдіктенбеу керек еді. Әйтпесе кейінгі оқиғалар болмас еді. Куми кінәламайды. Ол да гипноздан өткен естеліктерінен әсер алғанын айтады. Рита Радживтің өз әкесі екенін біліп, оны қабылдай алмайды. Ол әкесі неге оларды тастағанын түсінбейді. Раджив қатты жылады. Ритаға қалай түсіндіретінін білмейді. Барлығы зәулім үйге оралғанда Нина мен Ританы көрмеген. Анасы көрпені көтеріп олардың жоқ екенін байқады.